Менің асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге пиццаға арналған арнайы соус жасап үйретемін. Алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін жылы суға ашытқы, тұз, шекер, күнбағыс майын қосып қамыр жасаймыз. Ұнды қамыр жұмсақ, қолға жабыспайтындай болғанша қосамыз. Дайын қамырымызды жылы жерге 1 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша соус жасаймыз. Ол үшін қызанаққа қайнаған су құйып, 10 минутқа қабығы алынғанша қойып қоямыз. Сарымсақтарды уақтап турап немесе теркадан өткіземіз. Дайын қызанақтардың қабығын аршып, оны да тураймыз. Қызып тұрған майға сарымсақты, қызанақты салып жақсылап қуырамыз. Сосын осындай арнайы дәмдеуіш қосып, тұз салып 20 минуттай жай отта бұқтырамыз. Егер ондай дәмдеуіш таппасаңыз, описаниеға орнына не қосуға болатынын жазып кетемін. Бұқтырылып болған соусты блендерден өткізіп, осындай біркелкі масса жасаймыз. Дайын қамырымызды міндетті түрде осылай ұнға жаясыздар. Майға емес, именно ұнға жаю керек болады. Жұқалап, қалыңдығы 1 см болатындай жаямыз. Қамырдың үстіне міндетті түрде суыған соусты салып, үстіне ұнаған заттарыңызды саласыз. Мен сыр мен колбаса қостым. Дайын пиццаны 20 минуттай беті қызарғанша духовкада 180 градуста пісіреміз. Пиццамыз дайын. Видеода көрсетілген лимонадтың рецептісін описаниеға қалдырамын. Жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Ас болсын.